Құрбан қайты мұнасебеті менен Өзбекстанда 10 мың балада хирургиялық әмелиятлар бипул әмеліге асырылады. 22 май күні футбол бойынша Өзбекстан милли сайланды командасын 2026 жылғы жаһан чемпионатына шығарып салу мәресімі салтанатлы түрде болып өтті. Нүкөс қаласына және 54 заманауи электробус алып келу бойынша келісімге ерсілді. Ассалаумалейкум, өткен хаптеде жүз берген ахметлі хабарларды һәм әмелге асырылған қарарларды жарту мақсатында біз хапте дайджестін баслаймыз. 22 май күні президент Шавкат Мирзиёев футбол бойынша Өзбекстан милли сайланды командасын 2026 жылғы жаһан чемпионатына шығарып салу мәресіміне қатнасты. Мәресім алдынан Өзбекстан милли сайланды командасы ағзалары майданда сап тартты. Jahon chempionatida futbolchilarimizni yaratganning o'zi qo'llasin. Yashasın O'zbek futboli. Мемлекетіміз басшысы стадионда жиналған жерлестеріміз, футбол ықыласпенкері, милли сайланды команда ағзалары, тренерлер штабы һәм спорт жәмиетчілігінің уәкілдерін үлкен футбол байрамы менен құттықтады. Бүгінгі күнде өзбек футболы үшін және бір тарихи сәне екені, милли сайланды командамыз ақш, Мексика һәм Канада майдаларында өтетұғын жаһан чемпионатында үлкен сенім һәм жақсы тілеклер менен бақланып атырғаны атап өтілді. Еслетіп өтеміз, биылғы жаһан чемпионатына жәмі 48 команда қатнасады һәм Өзбекстан милли сайланды командасы дәслеп Колумбия, соң Португалияға қарсы ойнайды. Құрбан қайты мұнасебеті менен жәрдемге мұқтаж халықты социалдық экономикалық жақтан қолдап-қуатлау бойынша президент бір қанша қарарларды қабыл етті. Соның ішінде ауырға, майыплыққа алып келуші кеселіклерге шатылған 10 мың балада хирургиялық әминиятлар өтеу, 2,5 мың онкологиялық, гематологиялық һәм онкогематологиялық диагноз қойылған науқасларды медициналық тексеруден өткеру, емлеу һәм хирургиялық әминиятларды сондай-ақ кемінде 350 науқасты бауыр һәм бүйрек трансплантациясы әминиятларын өткеру қажетлері қаплау назерде тұтылған. Сондай-ақ социалдық қорғауға мұқтаж балаларды қолдап-қуатлауға да айрықша ітбар қаратылды. 8 мыңнан астам жетім һәм ата-ана қарамағынан айырылған балалар һәм отан шекарасын қорғау жолында құрбан болған ата-аналардың перзентлеріне аманат есап бетлеріне $200 муғдарында пул қаржетлері өткеріп беріледі. Бұнан сқары 500 мешітте халық үшін қолайлы шариатлар жарату мақсатында заманауи тақаратханалар құру, реконструкциялау, ямаса оңлау, сондай-ақ орындардағы қойымшылықтарды абаттандыру жұмыстары әмелге асырылады. Еслетіп өтеміз, Рамазан айында президент қарары менен Қарақалпақстанда жәрдемге мұқтаж 20-ға жақын бұқаралардың операциялары бипул әмелге асырылған еді. Өткен хаптеде Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің басшылығы Аманбай Орынбаев басшылығындағы делегациясы Өзбекстан Республикасы президентінің тапсырмасы менен Қытай Халқы Республикасына әмели сапар менен барды. Сапар шеңберінде делегациямыз жемейтшілік транспортларды іслеп шығару менен шұғыланушы ірі компанияда болды. Компания басшылары менен ұшырасу өткеріліп, онда Қарақалпақстан Республикасы үшін Қытайдан 54 электробус һәм олар үшін зарядлау үскенелерін жеткеріп беру мәселелері додаланды. Тарифлер арасында ұлы мапақасы 10 миллион ақш доллары муғдарында жойбарларды әмелге асыру. Соның ішінде 54 электробус һәм зарядлау үскенелерін 2026 жылдың 1 августқа шекем Қарақалпақстан Республикасына жеткеріп беру бойынша келісімге ерсілді. Сондай-ақ Қытай менен келісім дауымында Қарақалпақстанда бірінші мәрте ұлыма есапта $1 миллиард инвестицияға ерсілді. Бұл бойынша толық мағлұматты Қошқабар каналының социалдық бетлерінде көруіңіз мүмкін. Елліқала районында жаңа кархана іске түсті. Бостан кластер жауапкершілігі шектелген жәмиеті құрамындағы текстиль фабрикасы ұлыма $10 миллион қаржылары есабынан іске түсірілген болып, бүгінгі күнде жылдық 2000 тонна сүлгі һәм 4000 тонна иірілген жіп іслеу қуатлығы жаратылды. Қазіргі уақытта карханада іслеп шығарылған өнімлер экспортқа бағдарланып жатыр һәм жәмі 350 бұқараның тұрақлы бәнтлігі тәмінленген. Қаржылы Мойнақ районында өткерілуі дәстүрге айланған ралли Мойнақ экстремал автомобиль жарыслары осы жылдың 21-24 май күндері аралығында болып өтті. Бұл дәріс шеңберінде жергілікті һәм сырт ел спортшылар һәм әуесқой спортшылар қатнасуында экстремал жарыслар, кеуіл ашар бағдарламалар һәм концерт бағдарламалары шүйкілместірілді. Биылғы бұл экстремал автомобиль жарысларына 28 команда қатнасты һәм жарыстың қағидасы бойынша олар дерлік бір күн һәм бір түн дауамында Арал теңізінің құрған ұлтаны һәм үстірт тәріплердегі жолларды басып өтіп, финишке екінші күннің ярымына шекем жетіп келуі керек. Бұндай экстремал жарыслардың шоулардың айны Мойнақ районында өткерілуінің басты мақсаты Арал
Арал теңізі апатшылығы себеплі бұл жерді тек қана машқалалы аймақ сипатында көрсетіп қоймастан, туризм потенциалын арттыру болып табылады. Ралли Мойнақ 2026 экстремал автомобиль жарысы бойынша толық репортажды YouTube каналымызда көруіңіз мүмкін. Сізге жеткелмекші болған хош хабар һәм жаңалықтарымыз осылардан ібарат еді. Келесі хапте біз ұшында, сіз ұшында хош хабарларға толы болсын.